Енді осы және өзге де жаңалықтары жөнінде толығырақ. Теңгемен депозит ашқандардың сыйақысы төмендеп қалды. Бұған дейін ақшаны ұлттық валютада ұстауға үгіттегендер біртіндеп теңгелік депозиттердің пайызын қысқартып жатыр. Кезінде 14-ке дейін көтермелеген банктер енді оны 2-ден 2,9%-ға дейін кеміткен. Бірақ бұл теңгеге деген сенімнің азайғанын емес деп түсіндірді ұлттық банктегілер. Әрі жұрттың жинақтарына да айтарлықтай әсер етпейді екен. Бүгін бас банктегілер несиені таныстарына оңды солды таратқан Казинвест банкіндегі былықты да айтты. Бақандай 24 жыл қызмет етіп, бірақ күнде барынан айырылған Казинвест банктың жұрт білмейтін қыры жетіп артылады екен. Қаржылай аударымдарды кешіктіргені былай тұрсын, ақшаның көзін бес саусақтай біліп алған қызметкерлері несиені таныстарына таратып, банкты тақырға отырғызыпты. Казинвест банктың ерекше клиенттері болған, яғни несие қарызы бола тұра қайтара несие беріліп отырған. Ол қаржы сол күйі қайтпаған. Банк қызметкерлерінің ол қаржыда өз үлесі болған болуы мүмкін. Ол жағы қазір тексеріліп жатыр. Тексеру бітпей, олардың аты жөнін жариялай алмаймыз. Банк берген несиелердің тең жартысы осылай жалған болып шыққан. Қулығын асырмақ боп лицензиядан қағылған Казинвест банктың директорлары қазір түгелдей тексеріліп жатыр. Ал 8.000 салымшы ақшасын қалай да алады деп сендірді депозиттерге кепілдік беру қоры басшылығы. Бірінші кезекте 10 миллионға дейінгілері қайтарылмақ. Одан да көп жинағы бар 52 клиент бар екен. Олардың мәселесі кейінірек қаралмақшы. Сондай-ақ ұлттық банк бүгін теңгемен сақталған депозиттердің сыйақы пайызы түскенін хабарлады. Теңгелік депозиттердің сыйақы мөлшерлемесінің төмендетілуі екінші деңгейлі банктер арасындағы бәсекелестікке ыңғайлы жағдай туғызады. Оларға да адал жағдай жасауымыз қажет. Осы себепті директорлар кеңесі осындай шешімге келді. Кезінде пайыздық мөлшерлемені 14-15-ке дейін көтермелеген банктер енді оны 2-ден 2,9%-ға дейін кемітіп жатыр. Бірақ бұл теңгеге деген сенімнің азайғаннан емес дейді мамандар. Қайта жинағын ұлттық валютада сақтайтындар саны соңғы уақытта біршама артыпты. Әрі сыйақы 2%-ға төмендегенімен клиенттердің депозиттеріне айтарлықтай әсер етпейді деп сендірді ұлттық банктегілер. Аруна Ортай, Ламзар Люсан, КТК, Алматы.